7 сағат толық ұйықтадыңыз. Күн тәртібі сақталған, уақытында жаттыңыз, кофеин 0. Түнгі 12-ге дейін ақ көзіңіз жұмылды. Бірақ таң атасынан басталады. Денеңіз бос, басыңыз тұманданып тұр. Құтқарушы қос экспресі. Таныш жағдай ма? Ал енді елестетіңіз, Жапонияда бір адам дәл сол 7 сағат ұйықтайды. Бірақ ол оятқышсыз оянады. Сергек, жинақы, күш-қуатқа толы. Бүгін біз жапондардың ұйқы құпияларын талдаймыз. Олар 6-7 сағатта ақ толық қуатталып үлгереді. Ал біз 8 сағат ұйықтасақ та таңертең. Қайырлы таң, кофе қайда? Мен неге қайта тірілдім? Күйінде жүреміз. Уайымдамаңыз, Токиоға билет алудың қажеті жоқ. Қымбат матрас та міндетті емес. Ғылымды қарап шықтым. Міне шынымен жұмыс істейтін 7 жапон әдеті. Эзотерика жоқ. Тек нақты тәсілдер. Бүгіннен бастап тексеруге болады. Бірінші, салқын бөлме, терең ұйқының кілті. Біз жатын бөлмені 22-23 жылытып, үстімізге қалың көрпе жамылып аламыз. Ал жапондар 16-18 температурада ұйықтайды. Кей аймақтарда тіпті 13-15 дейін салқын болады. Неге? Ми терең ұйқыға өту үшін дене температурасы аздап төмендеуі керек. Бөлме тым жылы болса, ағза мазасызданып жиі оянады. Ал салқын ортада дене ұйқы режиміне табиғи түрде өтеді. Қарапайым кеңес, бөлмені аздап салқындатыңыз. Қалыңырақ пижама киіңіз. Миыңыз таңертең рахмет айтады. Екінші, ыстық ванна миға жасалған айла. Жапондар ұйқыдан 1-2 сағат бұрын шамамен 40 жылы ваннаға түседі. Басында бұл керісінше әсер ететіндей көрінеді. Бірақ қызығы, ваннадан кейін дене тез суиды. Ал температураның түсуі миға ұйықтайтын уақыт келді деген белгі береді. Нәтиже: ұйқы тез келеді. Терең болады. Сериал көруден әлдеқайда тиімді. Үшінші, гаджеттерге 1 сағат тыйым. Кешкі 23:00-де жатамын деп жоспарлап, түнгі 1-ге дейін телефон шұқылап отырған кезіңіз болды ма? Экранның көк жарығы мелатониннің бөлінуін тежейді. Ми күн әлі батпады деп ойлайды. Жапонияда кешкі тәртіп қатаң. Ұйқыға дейін 1 сағат экрансыз уақыт. Кітап, тыныш музыка, подкаст. Тәжірибе жасап көріңіз. 1 сағат digital detox. Ұйықтау әлдеқайда жеңіл болады. Төртінші, қатты төсек, арқаға құрмет. Біз бұлттай жұмсақ матрас жарнамасымен өстік. Ал жапондар дәстүрлі футонда ұйықтайды, жұқа, қатты төсеніш. Жапонияда бұл қалыпты нәрсе. Қаттылау төсек омыртқаны табиғи қалыпта ұстайды. Микрооянулар азаяды. Ұйқы тереңдейді. Бірден еденге жату міндетті емес. Бірақ тым жұмсақ матрасты сәл қаттылауына ауыстыру пайдалы қадам. Бесінші, дұрыс жастық, мойынның тыныштығы. Таңертең мойныңыз сыздап тұра ма? Мүмкін кінәлі тым жұмсақ жастық. Жапондар көбіне қарақұмық қауызымен толтырылған жастық қолданады. Ол мойын иініне бейімделеді. Зерттеулерде мұндай жастықтар мойын ауруын айтарлықтай азайтатыны байқалған. Қарапайым қағида: жастық басқа емес, мойынға тірек болуы керек. Алтыншы, шаршау ұят емес. Батыс мәдениетінде 24/7 өнімді бол деген қысым бар. Ал Жапонияда керісінше шаршау еңбектің белгісі. Тіпті инемури деген ұғым бар, қоғамдық жерде қысқа мызғып алу қалыпты саналады. Бұл денемен күреспеуді үйретеді. Ал денемен күреспеген адам жақсы ұйықтайды. Шаршадыңыз ба? Бұл әлсіздік емес. Бұл сигнал. Жетінші, 20 минуттық мини ұйқы. Түнде толық ұйықтай алмадыңыз ба? Күнді бәрі бітті деп бастамаңыз. 20 минуттық қысқа мызғып алу. Есте сақтауды жақсартады. Зейінді арттырады. Көңіл күйді түзетеді, бірақ 20 минуттан аспаңыз. Әйтпесе терең ұйқыға кіріп кетіп, одан да ауыр оянасыз. Бұл көп ұйықтау туралы емес. Бұл ақылды ұйықтау туралы. Қорытынды. Жапон ұйқы мәдениетінің мәні қарапайым. Сапа саннан маңызды. Салқын бөлме, жылы ванна, экрансыз кеш, дұрыс жастық, қаттылау төсек, шаршауды мойындау, 20 минуттық мини ұйқы. Энергияның құпиясы қымбат гаджет емес. Ол сіздің қалай және қайда ұйықтайтыныңызда. Бүгін біреуін таңдап көріңіз. Бөлмені салқындатыңыз. Телефонды ертерек өшіріңіз. Жастығыңызды тексеріңіз.
Ертең таңертең өзіңізді зомби емес, адам сияқты сезінуіңіз мүмкін. Ал сіз бүгін қай тәсілді байқап көресіз?